Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз өткен шақ формаларының екінші түрі past continuous туралы әңгімелейміз. Past continuous атауы айтып тұрғандай созылмалы өткен шақ, яғни өткен шақта болып өткен іс-әрекеттерді, оқиғаларды сипаттау барысында біз аталған шақта сөйлейміз. Оның жасалу жолы to be етістігі ing жалғауы жалғанған кез келген етістікпен қатар жазылады. Мысалға, I was writing. Мен жазып отырған едім. Біз өткен шақта іс-әрекетті сипаттап тұрмыз. Бұл жердегі was етістігінің өткен шақтағы формасы write негізгі етістік және оған ing жалғауы жалғанып тұр. To be етістігінің осы шақтағы формалары am, is, are болатын болса, өткен шақтағы формалар келесідей өзгереді. Am wasға өзгереді, are were, is was болады. Демек, to be етістігінің өткен шақтағы формалары тек екеу ғана болар, was және were. Past continuous шағы жақтарға қарай to be етістігінің заңдылықтарына сәйкес өзгереді. Бірінші жақта I was speaking English, мен ағылшынша сөйлеп тұрған едім. Көріп тұрғандарыңыздай am етістігінің өткен шақтағы формасы was және ing жалғанған speak етістігі. Екінші жақта are-ның орнына were қойылады. You were speaking English, сен ағылшынша сөйлеп тұрғансың. Және үшінші жақта he, she was speaking English, is етістігі wasға өзгеріп тұр. Өткен шақтағы және осы шақтағы to be етістіктердің бір-бірінен айырмашылығы, ұқсастығы десек те болады. Am wasға өзгереді, is wasға өзгереді. Бірінші жақ пен үшінші жақтағы to be етістіктері өткен шақта бірдей. Көпше түрдің барлығында were көмекші етістігі немесе to be етістігі қойылады. We, you, they were speaking English. Past continuous шағындағы етістіктер сөйлемнің түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды. Осы мәселе төңірегінде сөйлессек, болымды сөйлем кезінде to be етістігі өз күйінде қалады да, ing жалғау жалғанған етістік қойылады қасына. Махаббат was crying last night. Махаббат кеше түнде жылап отырған еді, жылап жатқан еді немесе. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз to be етістігінен кейін not көмекші етістігін қоямыз. Сонда махаббат was not crying last night. Махаббат кеше түнде жылап отырған жоқ еді деген сияқты сөйлемдер жасалады. Сұраулы сөйлем жасау үшін біз мына жерде тұрған көмекші етістікті was етістігін есім мағынасын беретін сөздің алдына шығарамыз. Сонда was сөйлемнің алдына шықты. Was махаббат crying last night. Негізгі етістік өз орнында қала береді. Көпше түрде were етістігі сөйлемнің басына шығады. Есім мағынасын беретін сөз өз күйінде және негізгі ing жалғанған негізгі етістік қойылады. Where is they leaving us? Олар бізді тастап кетіп бара жатқан беді. Past continuous шағының past simple'ден басты ерекшелігі неде? Past simple көбіне бір сәттік болып өткен оқиғаларды немесе әдетке айналған өткен шақта бірнеше рет қайталанған оқиғаларды сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, I went to Назарбаев school as a teenager. Мен жасөспірім кезімде Назарбаев мектебіне баратынмын. Яғни іс-әрекет өткен шақта белгілі бір жиілікпен орын алып отырған. Ал past continuous шағы өткен шақтағы іс-әрекетті ұзақ уақытқа созылған іс-әрекетті сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, I was going to Назарбаев school this morning. Мен бүгін таңертең Назарбаев мектебіне бара жатқан едім. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, біз past continuous шағын көбіне өткен шақтағы іс-әрекеттерді, оқиғаларды сипаттау үшін біреуге әңгімелеу барысында қолданамыз. Бүгіндікке осы, келесі санымызда біз өткен шақ формаларының үшінші түрі past perfect туралы әңгімелейміз. Ендеше